Біз күнделікті үзбей киіп жүретініміз ол әрине аяқ киім. Ойда жоқта, сіз күтпеген сәтте аяқ киіміңізден иіс шығып, сізді ұятқа қалдырған сәттер барлығыңызда бар шығар, я? Егер сіз ертең таңертең киетін аяқ киіміңіздің иісі шығып тұрғанын қазір ғана білсеңіз, дәл қазір жуайын десеңіз ертеңге дейін кеппесе, тіпті аяқ киімді қалай жуу қажет екенін білмесеңіз, аяқ киімдегі иістен қалай арылуға болады? Осы жайында бүгін сіздерге айтатын боламын. Егер сіз аяқ киіміңізді ұзақ уақыт кимей сақтап қойсаңыз, әрине ол аяқ киімнің иісі шығуы әбден мүмкін. Бұндай жағдайда кептірілген мандарин қабығы, кептірілген апельсин қабығы және де ас содасы болса, аяқ киімнің ішіне салып қойған жағдайда иісі кетеді. Бірақ алдымен мандарин қабығын кептіру қажет. Тіпті біздің ас үйде ас содасы болмауы да әбден мүмкін. Сол үшін мен сіздерге әрі қарапайым, әрі оңай жолын айтатын боламын. Бізге қажет заттар ол әрине тоңазытқыш және қарапайым пакет. Барлығымыздың үйімізден оңай табылатын тоңазытқыш пен пакет болса болғаны, аяқ киімнің иісін кетіре аламыз. Иісі шыққан аяқ киімді пакетке салып, аузын мықтап байлаңыз. Аяқ киім салынған пакетті тоңазытқышқа салып, 3 сағат пен 12 сағаттай тоңазытқыштың ішінде сақтағаннан кейін, осы уақыт өткеннен кейін тоңазытқыштан аяқ киімді шығарамыз. Содан соң аяқ киіміңіздің иісін иіскеп көріңіз. Ешқандай да сасық иіс қалмайды. Аяқ киімді тоңазытқышқа салып қойсаңыз, тек қана жағымсыз иісті ғана кетіріп қоймай, бактерияларды да жояды. Осылай аяқ киіміңізді таза әрі иісін шығармай киюге болады. Аяқ киімге қатысты тағы да бір мәлімет айта кететін болсам, жаңбыр немесе қар жауған жағдайда сыртқа шығатын болсаңыз, аяқ киіміңізге су кіріп кетеді. Осылай су болған аяқ киімді осы қалпында үйге келіп шешіп қойсаңыз, онда аяқ киімнің пішіні де өзгеріп, иісі де шығатын болады. Жағымсыз иістерден арылудың және аяқ киімнің әдемі формасын сақтаудың ең жылдам әдісі. Үйде бос тұрған газеттерді су болған аяқ киімнің ішіне салып қойсаңыз болғаны, аяқ киіміңіз тез кебеді. Яғни, газеттің ылғалды өзіне тартып алатын қасиеті бар. Сонымен қатар, формасын да әдемі қылып қалпына келтіре алады. Газетті аяқ киімнің ішіне салатын кезде, домалақ етіп, аяқ киімнің бас жағына дейін толтырып салып қоямыз. Содан кейін жақсылап формасын да келтіреміз. Аяқ киімнің формасы өз қалпына келіп, иісі де жойылады. Егер де бұдан да жылдам тез қалпына келтіргілеріңіз келсе, онда газетті қайта-қайта ауыстырып тұрсаңыз болады. Қазірге дейін сіздерге пайдалы ақпаратты ұсынған Бақыт кілті. Көп-көп рахмет. Бұдан да былай пайдалы ақпараттарды алғыларыңыз келсе, Бақыт кілті каналына тіркелуді ұмытпаңыздар.